18. Расында да жастық шақтың бір аты ол көзсіздік, ештеңеден қорықпайтын, қайсар, отқа да суға да түсе салады. Қайраттанса тіпті тау қопаруға дайын қазіргі біздің жасөспірімдер жайлы болмақ, иә. Бұған дейін де біз хабар бойы жасөспірімдермен жасөспірімдердің пікірін тыңдадық, олар өздерінің ұсынысын айтты, пікірлерімен бөлісті. Демек, олар қазір үлкендерге үндеу тастады. Демек, біз мынандай тақырыптарда олармен пікір таластық. Бірінші ата-ана мен арадағы түсінік, сосын екіншісі ұстаздармен арадағы алшақтық, үшіншісі әлеуметтік желінің әсері, төртінші қоғамға жатқылық, ал бесінші еліктеу, яғни кумир жайлы, жетіншісі алғашқы махаббат, сегізінші мамандық таңдау, тоғызыншы қорқыныш пен комплекс жайында әңгіме қозғаған болатынбыз. Және бүгінгі студияға айтар ойы бар, өздеріңіздей өмірлік жолы бар, өздеріңіздей үлгі тұтарлық тұлғаларды шақырып отырмыз. Себебі біздің жастарға, қазіргі жасөспірімдерге ойларыңызбен бөліссеңіздер, өмірлік тәжірибелеріңізбен бөліссеңіздер, оларға не айта аламыз? Олар бізден енді күтіп отыр ғой, оларға біз жауап беруіміз керек. Енді алғашқы біздің жаңа сұрағымыз, олардың айту бойынша ата-анам мені түсінбейді, ата-анам мені естімейді дейді. Ата-ананың түсінбейтіндігі рас, бірақ дәл солай ма? Баланың қабылдауы бойынша әрине ата-ана түсінбейтін сияқты. Себебі ата-ана өз әлемінде жүреді де, бала өз әлемінде жүреді. Неге олай болады? Өйткені ата-ана өзінің балалық шақтағы кезін ұмытып кетеді де, балаға өзінің қазіргі кезеңдегі өмірлік тәжірибесі көзқарасынан қараған кезде баланың бүкіл істеп жатқан дүниесі түгел дұрыс емес сияқты болып көрінеді. Біз тіпті ақылды көреміз өзімізді, сөйтеміз де баланың өміріне көп араласамыз. Көп араласып, көп жаңағы ақыл айта бергеннен кейін бала жиіркене бастайды ата-анасынан. Мына ғұламалар айтады, балаға жұқтырмаңдар дейді. Не заражайте? Балаға жұқтырмаңдар дейді. Өйткені дұрыстап қарайтын болсам, психологтардың зерттеуі бойынша 4 жастағы бала күніне 300 рет күлімдейді. Рахаттанады, өмірдің мәнін түсінеді. Ал үлкен адам, 40-қа келген адам, күніне әрең дегенде 4 рет жымияды екен. Қайсысы бақытты? Қайсысы өмірдің дұрысын бұрысын жақсы біледі? Біз ба жаңағы тәлім тәрбиені жинап алып өзімізді ақыл санайтын, немесе балама? Бір мезгіл ата-ана балаға дұрыс көзқарас қарау керек. Осы сөздің бәрін түйіндейтін болсақ, негізінде кез келген ата-ананың бір ғана міндеті бар. Баланың бақытты, табысты болу үшін. Ол қандай бұзақы болса да, өзінің жас келгеннен кейін ол тоқтайды. Мысалы, кішкентай баланы құлатпай, бала жерден 7 рет таяқ жейді деген сөз бар. Бұл психология қазақтың. Бала құлау керек, ойнау керек, жырту керек киімдерін. Егер ата-ана соны түгелдей қамтамасыз етіп олай істетпесе, бала 20-25-ке келгеннен кейін құлайды екен. Жаңағы істемеген дүниенің бәрін ер жеткеннен кейін қайталайды екен. Көрдіңіз бе? Бұл да зерттелген дүниелер. Жалпы ата-ананың ең басты міндеті баланы қолдау, түсіну, ары кетсе дұға жасап отыр, тілекші болу. Ата-ананың дұғасы қайтпайды дейді. Не деген сөз? Қайтпайды деген сөз, яғни сіз балаға не айтасыз, соның барлығы қал. Егер балаңызды жетпей кір десеңіз, балаңыз кедей болады, жетпейді. Сосын таңғаласыз, неге жұрттың баласы бай, менің балам кедей? Өйткені сіз не айттыңыз, сол орындалды ғой. Біз мына мысалы, яғни бұл діни жағынан айтсақ, ал психология жағынан айтсақ, сіз миына баланың установка беріп жатырсыз. Яғни ана бейсанасына жетпейтін адам бол деген ұғымды қойып жатырсыз. Нейролингвистика деген бар. Сөз бірден мына жерге жазыла береді. Бүкіл үлкен жігіттер мен қыздардың проблемасы бала кезде алған травманың арқасында, ол үнемі оның 90 жасқа дейін соған үлкен қасірет қиянат алып келеді. Оны түсінбесе, оны біліп онымен жұмыс істемейтін болса, ол бала үнемі сәтсіздікке ұшырай береді. Бәрін біледі, бәрін түсінеді, бірақ қайталай береді сәтсіздікті. Неге? Өйткені бала кезде алған жаңағы қиын сәттер, егер дұрыстап зерттеп қарасақ, сол кезінде жұмыс істеп, өзінің балаларына қарамады. Бала көрген істеді. Махаббаты берілмеді. Махаббат берілмегеннен кейін осыған алып келеді. Неге? Қыздар жеңіл жүріске кетеді.
Өйткені әкесінің, шешесінің махаббатын дұрыс көрмеген адам махаббат іздейді. Бұл махаббат деген секс емес, бұл энергия. Яғни мейірім көрмеген адам мейірімді басқадан іздейді. Содан кейін қоғам, жастар бұзыла бастайды. Ал мейірімді, махаббатты үйінде көп көрген ол қыз ешқашанда әбестікке бармайды. Бұл енді үйдегі алып жатқан тәрбиені айтып жатырмыз, иә. Ал енді әлеуметтік желі бар ғой бізде. Тағы әлеуметтік желіде қазір ғалымдар көбінесе қазіргі жастарды әлеуметтік жаңағы отыратын мүгедектер деп солай атай аламыз ба біз? Енді тағы да біз қайтадан сол проблемаға келеміз. Егер бала үйінде әкесіне келеді, сөйлескісі келеді, әкесі гаджетте отырса, немесе өзінің шаруаларымен жүрсе, басымды ауыртпа десе, анасына келеді, ол да оған қарамаса, бала амал жоқ, махаббатты, мейірімді гаджеттен алады ғой. Біз тіпті өзіміз балаға гаджетті береміз де, рахаттанып өз тірлігімізбен жүреміз. Яғни біздегі кетіп жатқан, неге ажырасу да көп бізде? Осының бәрі бірақ салдар. Бір ғана. Бірақ енді оларды қазір біз жасөспірімдер тыңдадық, иә, алдында бұл современная жизнь дейді. Біз деген бізге мынандай шектеу қоймаса екен дейді, иә, желіде отырсақ, бірақ желіні дұрыс бағытта пайдалана ма екен, Мұхамеджан аға? Енді сізбен біз айтып отырған 15-18-дің арасындағы ұл мен қыздар, ол дүниеге интернетпен бірге келген адамдар ғой. Біздің қазақ қоғамына интернет қалай келді, қазіргі біздің жасөспірімдерде өмірге солай келді. Сондықтан көзін ашып, жұрттың барлығы осы интернетке кіріп, тіркеліп, әлеуметтік желіге кіріп жатқанда, олар ешқандай иммунитетсіз сол дүниеге сүңгіп кетті. Иә, сүңгіп кетті да, содан шыға алмай жатыр қазір. Шыға алмай қалды. Оны мысалға, мына дамыған Жапонияда болсын, Америкада болсын, Англияда болсын, белгілі бір дәрежеде ол дәстүрлі қоғам болғандықтан оларға шектеп берген, өзінің портсысымен берген жағдайлардан кейін көптеген жасөспірімдер аман қалған екен да. Ал біздің қоғамда оны дәстүрлі қоғам жоқ, ненің дұрыс бұрысын ажырата алмағандықтан жаппай лап беріп сонымен кетті. Сондықтан бұрын қазақ айтатын еді ғой, қызым үйде, қылығы түзде десе, қазір қызым үйде, қылығы интернетте. Сіз тіптен жақсы, көркем деген қызыңыздың өзі төңірегіндегілерге еліктеп, өзіне жараспаса да, өзінің табиғатында ондай нәрсе жоқ болса да, жоқ нәрсені барып көрсетуге тырысады, басқа бір қылықтар көрсетеді, басқа бір образдар жасағысы келеді. Себебі неге? Интернет әлемінің әсері тікелей соққы болып тиіп тұрғандықтан. Сондықтан ата-аналар бірінші кезекте біз екі құндылыққа қарауымыз керек. Бірінші, арт жақта қазына тарихымыз жатыр, алдымызда өркендеумен даму кетіп бара жатыр, ғылым кетіп бара жатыр. Тек қана біз дәстүр салт деп артқан өлетін болсақ, онда мына дүниедегі жаңалықтарды игере алмай қаламыз. Тек қана мына дүниеде психологтар былай деп жатыр, тренингте былай деп жатыр, Жапон баласын былай тәрбиелейді екен, Америка баласын былай тәрбиелейді екен десе, онда сенің 1000 жылдық тамырың, тарихың қайда қалады? Осы екі құндылықтың кім қазір басын қоса алады, ол баласынан айырылмайды. Баланың әрбір жаста өзіне қажетті бір сұранысы болады. Мысалға, ол 5 жасар бала бәйгеге шапқысы келмеуі мүмкін. 5 жасар бала таяқ мініп, өзеннің жағасында жүгіргісі келуі мүмкін. Соны қамтамасыз ету керек. Паркке алып шығып, оның жаңағы аяғына қандай да бір байлап беретін нәрсесін байлап жүгірту керек. Велосипед мініп, бала ойнайтын кезде велосипед мініп ойнау керек. Бала сенімен бірге қонақ күтетін кезде сенімен бірге қонақ күту керек. Әрбір кезеңінің витамині толық болған бала 18-ге келген кезде сен оған елдің баласын мысалға келтірмейсің. Ал енді сен оған ешбір витаминіңді бермесең, назарыңды аудармасаң, 18-ге 16-ға келген кезде елдің баласы деген сөз ол қиянат сөз, ол ауыр сөз, ол қате сөз, керісінше баланы тығырыққа тірейтін сөз. Ал енді екінші жастарға айтарымыз, жасөспірімдерге. Бала үшін сен қанша дос табуың мүмкін, әлемді саяхаттауың мүмкін сен олимпиада чемпионың, мүмкін сен қандай да бір өнердің майталманы болуың мүмкін, бірақ бір ауыз балам сенен ризамын деген әкенің сөзінен артық алғыс болмайды жер бетінде. Ол жастарда ақыл бар, ол жастарда ақпарат бар, ол жастарда түйсік бар, бірақ бір нәрсе бар. Мынау заманның әсер етуші факторлары менен ол жастардың түйсігі сай келмей жатыр. Оларды алып кетіп жатыр ар жақ бер жаққа. Сіз жаңа айтпақшы факторлар деп жатырсыз ғой. Иә, біздің қазір Қазақстанда көптеген кей-поп деген стильді енді бәріміз естиміз, білеміз. Соның стилінде қазіргі жасөспірімдер еліктеумен, иә, оларға еліктеп шашын бояйды. Демек, қазір егер тақырыпқа оралатын болсам, мен қоғамға жат қылықтар жасап жатыр, иә. Осы
факторлардың әсерінен. Енді біз ата-ана, қоғам болып балаларымызды қалай тоқтата аламыз? Демек жаңағы бізді көріп отқан қазір көрермендер немесе ата-аналар болса, баласының жаңағы шашын бояуын, қоғамға жат қылықтар. Ол бір шашын бояу немесе әртүрлі киім кию, ер жігіттердің бетін бояуы немесе жылтырақ жабыстыруы, бұл факторлардың бәрі жаңағы бізде Европадан келіп жатыр ғой. Бұны біз қалай тоқтата аламыз? Бұның Жұлдыз, бірінші кезекте адам насихатты кімнен қабылдайды? Жақсы көрген адамынан ғана қабылдайды. Егер ол адам қандай әйгілі тұлға болса да, оны жақсы көрмесең, одан насихат қабылдамайсың. Демек, балалар егер әке шешесін мен үшін ең жақсы көретін, ең мейірімді, менің ең жанашыр адамдарым деп қабылдайтын болса, және ата-ана да соған сәйкес өзінің тұлғалық сипатын перзенттеріне таныта алатын болса, онда ата-ананың қалағанындай ұл қыздарының бойында қасиеттер қалыптасады. Сөзіңіз орында, әрине. Қазір сіз айтып отқан, біз айтып отқан, біз толық отбасынан шыққан балалар жайлы айтып отырмыз. Ал біздің жобаға қатысқан балалар толық отбасынан шықпаған балалар да бар. Ол әкесі жоқ, біреуінде әкесі мен шешесі жоқ. Жаңағы қоғамға жат қылық жасап жүргендер, ол міне әкенің тәрбиесін көрмеген бала, әкенің тәрбиесін көрмеген қыз бала. Енді оларға біз не дей аламыз? Оларды жаңағы айтып жатырмыз ғой, басқа халықтан мәдениетке еліктеушілік деп, кумир деп жатамыз. Мысалы, Айдар, сіз айтсаңыз, қосылсаңыз болады осы тұста, сіздің кумиріңіз кім болды осы жасөспірім кезіңізде? Мен сол 2000 жылы Бекзат ағамыз Сидней Олимпиадасында чемпион болғанын көріп, енді сол кезде шыны керек енді көріп ойладым, мен де осындай болмасам мүмкін екен ғой деп. Мүмкін екен ғой. 20 жасында осындай болды, мен әлі 13-тен 7 жылым бар екен деп сөз дайындалған, бірақ енді Олимпиада чемпионы әлі бола алмадық. Бірақ сол дегенмен де жетістіктеріңіз бар. Ағамның артынан, жаңағы Бекзат ағамыздың артынан жаңағы басқанызбен басып, бапкеріне деген құрметі қандай болды, қандай жаттығулар істеді. Шыны керек сол бағытта көп іздендім. Жаңағы үйіндегі ағаларына құрметі қандай болған, көршілермен қандай болған, бәрін зерттедім ғой сол Бекзат ағамды. Соған зерттеп жүріп енді жаңағы дәл енді ондай болмасақ та, сол кезде Құдайға шүкір жаман болған жоқпыз. Жаңа айтайын дегенім, жаңа тақырыпқа оралып, жаңағы бізде қазақта айтады, жаңа өз соқыр біреуді жетектей алмайды дейді. Өзі қара біреуді ағартамайды дейді ғой жаңағы менде жаңа шетел аралаймыз, анда Америкада небір спортшылармен де араластық, сол әлемдік деңгейдегі шыны керек жұлдыздармен де болдық. Сол кезде енді салыстыру пайда болады екен. Сонда бүйтіп ойлап қарасам, жаңағы әке мен баланың жаңағы арасы алыстап баратқан уақыт қой қазір. Сөйтсем, өзім түйгенім, бұларда қазір ортақ тақырып жоқ екен да. Өйткені әкесі айтады, ой, кезінде біз Союз кезінде жүргенде, бүйткенде, армияда болғанда әңгімесі айтады, кезіндегі индийский кинодан көргенін айтатын шығар, мүмкін де, сол кездегі модасын айтады. Қазіргі бала бүгінгі Инстаграмнан көргенін айтар, екеуі екі жақта әңгімесі. Екеуіне ортақ әңгіме жоқ. Қазақта айтады ғой, жаңағы бала айтқан емес, көрген істейді деп. Біз енді кейбір кезде жаңағы балаға ақыл айтқанға бәріміз жақсымыз, кейбір үлкен кісілер өздері темекі шегіп темекі шекпе деп айтатындар бар ғой, сондайлар көп та. Сол кезде біз өзімізді өзгертуден бастау керек шығармыз. Өйткені Алла Тағала айтады екен Құранда, сендер өздеріңді өзгертпейінше жағдайларыңды өзгертпейін дейді. Біреу балаларына не үшін риза емес? Өйткені өздеріне өздері риза емес адамдар көп та. Өйткені тындырған дымы жоқ, жаңағындай 30-ында ордаудың 40-ында қамал алмайды дейді қазақта. 40-ымыз 50-ге келіп жаңағындай бітірген дымы жоқ, баласына өнеге болатын істеген тірлігі жоқ та, енді онда көп сондай семьялар бар. Әрине оны көргеннен кейін бала қайқа барады. Мен бір жақында мысал айтайын. Осыдан кейін ойладым, қаншама қазақтың жасөспірімдерінің біз обалына қап жүрміз деп та. Біздің бір туысымыз, өзінің фазендасы бар, пияз егеді, тіршілік жасайды. Сол жерде енді жұмысшылар бар, шеттен келеді, жаңағы шөптің, жүйектің шөбін жылатын адамдар жалдамай ма? Сөйтсе, сол жерде бір қыз дейді, 10 қыздың алдына бір 10 қадам алдыға шығып кетіп озып жылады екен де жаңағы шөпті, жүйекте. Сосын бұл таң қалады. Бері қарай жүрген кезде 20 қадам озып кетеді. Елдің бәрі шөпті қатар жұлып отыр. Төленетін бір ақша ғой енді. Бірақ ана 10 қадам алда жүр дейді жұлған кезде. Сосын бір күн таң қалады, бір ай таң қалады. Сосын жыл аяғы өткенде жаңағы риза болады да, осы пысық қызды келін қылайын деп жаңағы туған баласын алып береді ғой, келісіп. Сонымен ол пысық келін болып жүреді, бірақ бағанағы айтқандай бір озық келін болып кетпейді да елден.
сөйтіп жүргенде екі ортада 10 жыл өтеді, сонымен ол бала Алматыға көшіп келеді да, каким-то образдан бір емханаға барып, жаңағы келін біреуге ұнайды да, сен бір мынаның массаж жасап берші деп, жаңа массажға бейімдігі байқалып қалады ғой. Сонымен массаж жасап, жаңа ең соңында массажды үйреніп, жаңағы келін қазір Алматыдағы ең мықты массажистердің бір күніне 20-25 адамға массаж жасап, табысы тасып, өздеріне үй салып, мәшіне алып, жағдайы көтеріліп кетті да. Сонда қарап отырсам, біз енді жүйекте шөп жүріп жатқан саусақтардың болашақта ұлы массажист болатынын ажыратамаймыз да мысалға. Бірақ Алла тағала оған нәсіп етті, ол шынында да үлкен массажист болып шықты. Сол сияқты қарапайым әртүрлі адамдар жүрді, біреу жүйекте шөп жүріп жүр, одан керемет массажист шығады. Біреу ауылда керемет жаңағы басқа тіршілікпен айланысып жүр, ол керемет инженер шығады. Міне ата-аналардың, үлкендердің мойнындағы үлкен жүк, өзің білмесең де білетін бір адамды әкеп балаларыңды сынады. Қазақ ертегілерін қарасаң, мынандай о жерде мысал бар. Бір білгір келді дейді, хан өзінің тұлпарын сынатты дейді. Хан өзінің қызын сынатты, хан өзін сынатты, мен жайында не айтасың деп айтты дейді. Ал біз үйге келген қонағымызбен қатар отырғызып, менің балам жайында не айтасың демек түгілі, баламызды басқа бөлмеге қамап, немесе қонақ келеді, аулақ жүріңдер дейміз. Үйтетін де себебіміз бар. Неге? Біз кеңес кезінде шарап ішті елдің барлығы. Кеңес кезде шарап ішкен адам жоғарыл төмен сөз айтты. Соны баламыз көрмесін деп қуаладық қой. Әйтпесе шарап ішпей, қымыз ішіп, домбыра тартып, әңгіме айтып отқан кезде ешкім баласын қуған жоқ қой. Бұл да біздің ұлттық қасіретіміз. Аға қараңыз, кешіріңіз. Жаңа айтып жатырмыз ғой, сіз айттыңыз, шөп жұлған қолдан керемет массажист шықты деп. Жаңа да бізде балалармен осыны талқыға түсіргенде ренжіп отырды. Ұстаздар дейді, неге бізде қазір сабақ оқымасаң, сен жүресің анау, еден жуғыш боласың, есік алдын сыпырасың, басқа қыласың деп ұстаздары оларды сөгеді екен. Неліктен ондай? Неге ондай қазір сондай дәрежеге түстік? Бұның үлкен бір себебі, біз кішкене отарлық санадан, құлдық санадан шыққаннан кейін, бірақ қабілетті халық болғаннан кейін, әрқайсымыздың ар жағымызда біз құлдық санадан шыққан жоқпыз, біз құлдықтан шыққан шығармыз, сана әлі сол құлдық сана кезеңінен осы кезеңге келіп жатқандықтан, құлдық санадан дұрыс айтасыз, құтылған жоқпыз. Сол құлдық сана әлі бізде тұрғандықтан, бізде әлі күнге дейін бір өзімізді жоқ жерден көрсетіп қалғымыз келетін бір мешеулік бар да, жоқ жерден өзімізді көрсеткіміз келеді. Біз шиновник болып папка ұстап жүрген адамды кісі деп есептеуіміз мүмкін. Немесе бір қандай озық болып, қымбат машина мініп жүрген адамға қызыға қарауымыз мүмкін да. Ал мына орнықты болған елдерде, кеше ғана бізді басқарған орыс халқының өзінде, оларда кәсіпке деген көзқарас мүлдем басқа. Олар баласын елдің алдында шығатын адам емес, қолынан келетін кәсіпке қарай итермелейді да. Сондықтан да қазір біздің қазақтың даласында қандай проблема? Біздің қаншама фазендасы бар ағайындарымыз жақсы қойшы таппай отыр. Қаншама біздің кәсіпкер ағаларымыз жақсы шопыр таппай отыр, жақсы көмекші таппай отыр. Неге білесіз бе? Көмекші, қойшы, шопыр жоқ болғандықтан емес. Олар өзін өзі артық санап бір-екі қадам алдыға кетіп қалғандықтан. Біз жақсы шопыр болатын баланы қасына тәрбиелеп, сол шопыр болып, шопырдан ары қарай жегжат болып, сол төңірекпен құда болып, кісі болып кететін баланы біз қинап жоғарғы оқу орнына түсіріп, диплом әперіп, оны елге мешет ететін керек емес әкімшіліктің коридорына қамап қойдық та. Негізі әкімшілікте, фирмаларда ешкімге керек емес жақсы қойшылар жүр қазір. Жақсы шопырлар жүр сол жерде. Негізі түсу керек төмен қарай. Кішкене бір-екі пәс төмен түссе, сол кезде қоғамдағы бос орындар толады. Оның себебі бізде түсінік өзгеріп кетті. Өйткені бұғалтыр болса, заңгер болса, әкім болса, менің балам бақытты болады дейді. Ал бақытты деген сөз ақшасы болады, өз қолы өзіне жетеді деген ұғым. Сол қате ұғымменен жаңағы байғұс ата-ана сүйрелейді. Яғни біздің ата-аналар адасады. Қабілеті бар ма? Соған қарай жіберу керек. Массажист па? Керемет. Табыс тауып отыр ғой. Ол міндетті түрде әкім болу маңызды емес қой. Тағы да бір қыз бар. Жаңағы керемет бизнеспен айналысса, бизнесі жүрмеп, жап-жас келіншек, сосын барып сваркаға кетіп қалған. Сөйтіп сваркаменен шығып, қазір миллионер болып отыр. Қыз бала, сұп-сұлу. 5-6 мың евро. Көрдіңіз бе? Біз келемізде стереотип бар, қорқамыз, жақсы көреміз ғой баламызды, сөйтеміз де кедергі жасаймыз. Бұл жерде жұрттың сөзі дегенде бар шығар. Енді одан да кетуіміз керек. Балаң бақытты болсын десе, қандай болса да жақсы тілек тілей бер. Жамандама балаңды, сөкпе, ұрма, ұрыспа. Ал бала да әкесіне қарай жылжу керек, ата-анасына қарай жылжу керек. Екі жақты нәрсе. Ең болмаса екеуінің, біреуінің ақылы кіру керек қой.
Жаңағы айтып отырған табысқа жеткен адамдардың барлығы расында әке шешесін сыйламаса да ол кісілер дұға жасап отырған кезде олардың жолы болады. Бірақ олар ойлайды ғой, мен Оксфордқа бардым, Кембриджге бардым, пәленбай болдым, содан кейін мен ақылда мықты болғаннан кейін осындай керемет болып отырмын дейді. Жоқ, сол жаман кемпір мен шалдың дұғасының арқасында біз мықты болып отырмыз. Мен айтар едім, біздің қазіргі қоғамда үлкендер де ауру, жастар да ауру. Түгел ауру. Сау адам ішін ара. Енді ешкім ренжімей ақ қойсын, біздің қоғам, бұл жер бетіндегі бүкіл қоғам қазір рухани ауруға ұшыраған. Бәрінде кесел бар. Қазір біздер балаларына ата-аналар мен жастардың арасында келіспейді өзара. Біз айтамыз, анау тәрбиеледі, мынау тәрбиеледі деп айтамыз. Әрине сіздің балаңызды теледидар тәрбиелейді, Инстаграм тәрбиелейді. Өйткені сіз тәрбие бермейсіз. Ал сіз тәрбие беруге қандай хақыңыз бар? Сіз өзіңіз неге жеттіңіз? Қандай рухани жағдайға жеттіңіз? Қандай білім деңгейіне көтерілдіңіз? Қандай маман болып қалыптастыңыз? Қандай адамсыз? Мен үлкенмін, менің айтқанымды тыңда. Ол қазір жүрмейді. Ол жалпы ешқандай заманда жүрмейтін нәрсе. Біз баланы, сен кішкентай екенсің, біздің айтқанымыз тыңдауың керек, менің жолыммен жүруің керек деген авторитарлық режимді ешқандай өйткені ол баланың ата-анасы сіз шығарсыз, баланы жаратқан сіз емессіз. Баланың рухын, жан дүниесін, оның қабілетін, талантын бәрін берген сіз емессіз. Сіз тіпті балаңыздың қандай болатынын да білген жоқсыз. Мысалға, керемет байлығы бар, ақшасы бар, жағдайы бар адамдар мүгедек бала асырап отыр, Құдайдан ондай бала сұраған жоқ. Егер адамның қолынан бірдеңе келетіндей болса, ол ондай баланы алмас еді. Яғни олар машинаның кереметін, тамақтың тамашасын, киімнің кереметін талғап ішіп жүрген адам Құдайдан мүгедек баланы өз еркімен таңдамас еді. Сол сияқты, егер сізге сондай жарқыратып бала берді екен, 12 мүшесін сау қылып, қабілетін беріп, рухын беріп, дүниесін, жан дүниесін кемел қылып, кемел демей қойшы, жақсы қылып берді екен, ол балаға сіздің бар беретініңіз, махаббатыңыз, мейіріміңіз, қамқорлығыңыз, оны ішіп жемін, суықтан қорғау, аштықтан қорғау, яғни қамқорлығыңызбен қоса, мейіріммен қоса, ары қарай тек қана жол сілтеу. Жолды қалай сілтейсіз? Жолды тек қана өзіңізбен, үлгіңізбен ғана сілтейсіз. Ата-ана мен жастардың ортасында кикілжің туатын уақыт бұл 15, 16, 14-тен ары қарай басталады. 14-ке дейін ата-ана бала үшін керемет тұлға. Ол не айтса да, ол жақсы айтса да, жаман айтса да жақсы қабылдайды да, 14-тен кейін бала ата-анасына сынмен қарай бастайды ғой өзі. Менің әкем былай айтады, бірақ қылығы былай екен ғой. Шешем былай айтады, былай істейді екен ғой. Деген сияқты. Ол сырттан жаңағыдай авторитет дейді ғой, бедел іздейді. Сосын қоғаммен араласқан кезінде де жаңағы сол кезде өзіне жұқтырмау үшін ең алдымен балаңызға беделіңіз болу керек. Жалпы кез келген адамның беделі құр сөзбен емес, ісімен дәлелденеді ғой. Мен сол жағынан айтар едім. Сосын қазір өмірге өкпелі адам көп. Өзі өмірден жолын таппай қалған адам көп. Жаңағы кәсіби адасу деген, бұрынғы адам танитын адамдар қайда кетті мысалға да. Оның бәрі жаңағы рухани аурулықтан. Біз материализммен ғана ауырамыз да қазір. Тіпті үлкен басымен біреудің баласы анау сонша жерден Түркиядан барып білім алып, диплом алып келіпті дейікші. Жақсы үлкен бір докторлықты қорғап. Тура сонымен жасты келесі үйдің баласы барып, қымбат бір машина алып келсінші. Үлкендері бар, ауылы бар, басқасы бар, бәрі тайлы тұяғымен қалмай, ана дипломды менсінбейді. Оның білім алып келгенін менсінбейді. Ана машина әкелген бала ең керемет бала болып саналады. Яғни біз материалдық құндылықты бірінші орынға шығарып жібердік. Ешбір адамды жер бетіне бейшара қылып, қабілетсіз қылып, сорлы қылып жібермейді. Оны жаратқан адам міндетті түрде, жаратушы Алла, ол міндетті түрде адамға мына өмірден несібесін теріп жейтін бір қабілет береді. Ағамыз айтып отырған қолы, демек оның қолы шебер. А біздікілер жаңағыдай стандартқа кетіп қалады да, бір жігіт әнші болып керемет табыс тапса, мысалы сіздің күйеуіңіз, елдің бәрі Қайрат Нұртас болу керек дейді. Ән айталмайтын да, айталатын да бәрін жібереді соған. Не болмаса біреудің баласы әкім болса, оның басқарушылық қабілеті бар ма, жоқ па, қарамайды. Ол үшін балаға, мысалы мен де күнделікті қазір баламен сөйлесіп отырам, 15 жаста ғой, әлі міне. Мен де білмеймін. Күнде сұраймын, не айтады? Мен IT саласына барсам бекен деймін. Мен не үшін деген жасөспірім қазір құбылмалы. Не үшін деген сұрақ қоямын. Не үшін деген сұрақ қоямын. Не үшін IT саласына барғым келеді? Ол айтады, айтишниктер жақсы ақша табады ғой дейді. Енді қоғамның пікірі ғой. Сосын айтам, өмірде ақша маңызды ма? Сен оны қалайсың ба? Біріншіден, оған сенің қабілетің бар ма?
Бұл бірінші сұрақ, баланың қабілеті бар ма деген. Екінші, оны сен жүрегің қалай ма? Сен сонымен айналысқан кезде сен сағаттап, содан айналысқан кезде сен содан ләззат ала аласың ба? Рахаттана аласың ба? Жоқ, егер сен жаның қаламаса, және сен жаны қаламаған істі адам беріліп істей алмайды ұзақ уақыт. Мықты ғалымдар, керемет адамдардың бәрі біріншіден қабілеті дарыны болған адамдар, және сонымен сағаттап айналысқан кезде жаңағы одан шаршамайтын, талмайтын адамдар. Әйтпесе ол оңай емес. Қазір бәрін оңайлатып жүргенде. Жанар әпке, енді сіздікі де дұрыс, бірақ та мынандай аналар бар. Оларды да тыңдау керек шығар, иә? Балаларын, иә, 1-2 бала болсын, 1 бала болсын, 3 бала болсын, өзі асырап отқан аналар бар. Сонда олар сұрайды. Мен ұлымдың жаңа қоғамға жат қылықтарын жасап жатыр. Мен оны қалай тоқтата аламын дейді. Әкесі жоқ. Мысалға мен өзім айтайын, мен әкесі бар менің ұлымның да, бірақ менің ұлым жалғыз, қараймын мен 7-ші класстан кейін үйде 4 қыздың ортасында шешесі бар, тағы келіп кететіндер бар, қыздармен бүйтіп түртіп ойнай бастағанын байқадым ұлымның. Сөйттім де мен ұлымды бір жаңағы интернаты бар оқуға жібердім. Ұлдардың ортасына. Ешқандай мен ата-әжесі ойбай жоқ, мен жоқ бару керек. Өйткені мен 1 жыл кешіксем, ол баланың қабілеттерінен айырылам деп, баламды бір оқу орнына жіберіп, үйге келмей интернетте жатасың. Айына 1 келеді, 2 айда 1 келеді мысалға. Мен соған не үшін бардым? Ол балам білімсіз емес еді, басқа жерге де берсем болатын еді. Бірақ үйдің ішіндегі қалың қыздың ортасында өмір сүргеннен қорықтым. Өйткені ол ертең қыз сияқты күліп, қыз сияқты характері қалыптасқаннан қорықтым да. Сол сияқты аналарда мысалға ұлы бір проблемаға душар бола бастаған кезде үлгі қылатын адамдардың қайлау керек екен. Әне күні семейде отырсам, сол жердегі бір ұстаз кісі айтады, менің шәкірттерім Алматыға оқуға бара жатыр, сосын бәрі отырды да менен сұрады, Алматыға өнер ортасында кімге барайық, кімнің төңірегінде жүрейік деп айтты дейді. Сосын мен айттым де, намаз оқиды ана Сәкен Майғазиев деген. Соның қасына барсаңдар жаман болмайсыңдар деп айттым. Сонымен бұлар Сәкенге кетті, енді қорқып отырмын. Неден қорқып отыр десем, енді Сәкен жолдан тайып кетпесе екен деп қорқып отырмын дейді. Сол айтқандай, ол семейдегі адамның да, басқаның да айтып отырғаны, қазақ тұлғаға, ортаға байлаған адамды. Адамды ортаменен белгілі бір тұлғалар алып шығады. Сондықтан біздің сол жаңағы жесір қалған апаларымыздың да, жеңгелеріміздің де бір нағасы, жиен, құда, жекжаттарының ортасында соның баласына тәрбие беріп, қамқор болып қасын ертетін адамдар бар шығар, соған ыңғайлауға тырысу. Жалпы кез келген адамға ұстаз керек. Мәкең айтып отырған ұстаздық. Ал еркектің рухын еркек көтере алмайды. Еркектің рухын еркек ететін 2 қана адам. Бұл шешесі, одан кейін жары. Егер де шешесі оның еркек екендігін жаңағы айрықша айтып отыратын болса, балада еркектік рух пайда болады. Мысалы, мынандай әңгіме бар. Кезінде, соғыс кезінде жақсы айттыңыз. Біз қазір әйелдер тәрбиелеп жатқаннан кейін сондай дейміз, жалғыз бастайлық 30-40 жылдары ашаршылықтан қырылды, біздің еркектер 2-ші дүниежүзілікте қырылды. Әйелдер тәрбиелеп шықты, біздің әкелеріміз бен аталарымыз майысқан жоқ қой. Неге? Өйткені біздің әйелдеріміз ақылды болды. Біздің аналарымыз, апаларымыз ақылды болды. Тәрбиенің көзін білді. Олар қалай істеген? Сонда мынандай оқиға бар, Санжар Керімбайдың әңгімесінде бір 5 баласы бар, соның кішкентай 5 жасар ұлы бар екен, қалған 4-еуі қыз екен. Құда түсіп келген үлкен қызына. Сонда шеше айтты дейді, біздің үйде еркек бар. Әкесі соғыста қайтқан ғой. Сол 5 жасар баланы айтты, біздің үйде еркек бар. Сол рұқсат беріп бата берсе, біз бата береміз депті, келісеміз депті. Сонда бүкіл құдалар, көз алдыңызға елестетіп көріңізші, бүкіл құдалар 5 жастағы балаға, осы үйдің азаматы сенсің, сенен рұқсат алуға келдік дегеннен кейін, шешесі оның еркек екенін мойындап отырғаннан кейін, ол бала еркек болмай қайда барады? Біздің қазіргі аналарымыз не істейді? Байқап көріңіз, қазіргі заманда біздің аналарымыз еркек тәрбиелеп отқан жоқ, қыз тәрбиелеп отыр. Оның аузын жасады, мысын басады, киімін тастайды. Киімді аттау, ер азаматтың киімін аттаса, онда ырыс берекесі кетеді дейді. Көрдіңіз ба? Ал әйелдер еркек шора болып кетті де қазір. Сөйтті де күйеуін менсінбейді, өздері табыс табады, одан кейін біздің еркек емес дейді. Мына әйел өзін отағасы санап, алдыға жүгіре беретін болса, онда еркек табыс таппайтын болып қалады екен. Бүгінгі күні осындай кезеңде біздің аналарымыз мына 60, 70, 80, 90-дағы 5 жастағы бала келе жатса, тоқтайды да жол береді. Ал біздің аналарымыз қазіргі, біздің қыздарымыз, біз жол келе жатқан кезде қазір
көсегелден өткен кезде қыздарымыз, қарындастарымыз құлап қала жаздайсың. Одан кейін қалай өзіңді еркек санайсың? Еркекті еркек санататын әйелдер өздерінің, және сіз мысалы мен азаматпын, иә, мына ер азамат тұр, қыздардың бәрі қандай красавчик жігіт десе, бұл міндетті түрде олимпиаданың чемпионы болады. Мен қанша рет бұны мақтағанмен бұл чемпион болмайды. Ана қыздар мақтаса, бұл уже намыстанады, өйткені қыздар айтты ғой. Рахмет, құрметті қонақтар. Енді әрқайсыңыздың алған жаңа тәжірибеңіз, ақыл кеңестеріңіз, құнды ақыл кеңестеріңізге рахмет. Енді бір түйіндейтін болсақ, жасөспірім, бағана бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, олар құбылмалы деп та, мысалға. Құбылмалы, бірақ екі жолдың айырығында тұрған адамдар ғой. Ары қарай не бақытты өмірдің тізгінін істейді, немесе қоғамдағы мына елге ауыртпашылық әкелетін адамдардың қатарында жүруі мүмкін да. Сондықтан әсіресе мына еститін жасөспірімдерге айтарымыз, сіздердің бойларыңызда бәрі бар, бірақ бір ғана нәрсе керек. Сіздер үлкендерге түсіністікпен қараңыздар. Ертең өйткені сіздер де үлкен боласыздар. Қазақ айтады, атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді дейді. Үлкен, өзіңнен үлкенге не жасасаң, не қарым-қатынас жасасаң, өмір өзі алдың алып келеді. Құдайдың әділдігі сонда. Сондықтан түсіністікпен қарасаңыз, кез келген адамды, мұғалімді де, ата-ананы да, көршіні де бәрін түсінуге болады. Оның айтатын сол екен ғой, енді түсіндім. Ата-ананың қадірін балалы болсаң білерсің дейді. Ағайынның қадірін жалалы болсаң білерсің дейді. Қазір мен де мектепте мысалы ренжіген мұғалімдер болған, қазір күліп еске аламын. Ол ренжімесе, шынында да біз былай болады екен ғой. Қаншалаған басымыздан қылықтар өтті, өзімізді дұрыс санаған. Қазір қарап отырсақ, сол ауылдағы Жұртжан ағай бізді басымыздан ұрған кезде уаскымен. Сонда қарасақ, егер ол ұрмаса, мен ішіп кетеді екенмін, қазір өзім ойлап отырмын. Мен өмірімде осы жасқа келгенше бір тамшы шарап ішпеппін, бір үштік шылым шекпеппін. Мен ондай ортада болмады емес. Мен 14 жасымнан қызыл-жасыл ортада келатырмын. Бірақ соған себеп болған нәрсе әжемнің қаталдығы менен Жұртжан ағайдың ауылдағы қаталдығы еді. Мысалға, екеуін де мен ұнатпадым сол кезде. Әжемнің де, ағайдың да. Бірақ қазір қарасам, мен өмірде қанша бір табысқа жеткен болсам, сол ұнатпаған адамдардың қарым-қатынасын екен да. Сол ұнатпаған адамдардың маған деген қаталдығы менің бақыттырақ болуыма себеп болған екен да. Сондықтан ол жастарға да айтарым, сіздердің ұнатпадық дегендеріңіз, ол сіздерге зиян жасап жатыр деген сөз емес. Мүмкін сіздің бір ширауыңызға, мүмкін сіздің бір бұдан да тереңірек шешімдер қабылдауыңызға, бұдан да бетер өсіп өркендеуіңізге себеп болатын бір сынақтар болуы мүмкін. Осы нәрсеге назар аударыңыз. Мен бір ғана сөзбен аяқтайын. Мәкен жақсы айтты. Жақсы. Кезінде Македонскийден әлемге әйгілі сіз неге әкеңіз Филипп патшаға қарағанда ұстазыңыз Аристотельді ерекше құрметтеп сыйлайсыз деген. Сонда Македонский былай деп жауап беріпті. Менің әкем Филипп патша маған өмір сыйлады. Сөйтіп, менің тәнімді көктен жерге түсірді деген екен. Ал Аристотель болса, ұстазым, менің жанымды тәрбиелеп, рухымды жерден көкке көтерді деген екен. Біз ата-аналар сол балаларымыздың рухын көкке көтеруге Алла нәсіп етсін. Аумин. Айтарсыз айтыңыз. Ана мен Қанат Ислам дейтін ағамыз бар еді, сол кісі айтатын, сөзіміз көп ісіміз жоқ болып қалмасын деп айтатын. Сол сөз өзімде қазір көп ойланатын болдым. Мына жастарға қатысты көп сөз айтып отырық қой енді. Енді іспен істейтін кез келді деп өзім ойлаймын. Өйткені жаңағы шетелден келе салғанда бірінші болып істеген нәрсем осы елімізде дарабоз атты лагерь ашқам. Дарабоз деп неге? Мына Қабанбай атамыздың, қарт Қабанбай атамыздың жаңағы лақап аты ғой дарабоз деген. Сөйтіп ол кісінің тарихын оқып қарасам, кезінде 100 рет жекпе-жекке шығып 100-ін жеңген екен. Ол енді мына біздің бокспен салыстырған кезде бокста ең әлемде бірінші тұрған адам мына Флойд Мейвезер дейді, 52-ге қарай шығып 52-сін жеңген де. Онда да өлімге басын тіккен жоқ. Онда да өлім емес, сонда очкомен айтып бүйтіп жан-жағында скорик болмыш тұрады, қолайымды өлімсіз де өлтірмейді ол жақта. Былай қарағанда сол кезде Қабанбай атамыз 100 адаммен шығып 100-ін жеңген екен де. Сөйтіп ойлап, мен сол Қабанбай атамыз атын дарабоз деген мына жастарға арнап лагерь аштым. Қандай лагерь? Жаңағы қазақтарға өзіміздің қазақылығымызды үйрететін лагерь аштым. Мына ер балалардың бәрін жинап, жаңағы мектеп қабырғасындағылар, сәл одан үлкендері бар, жаңағындай әкесіз өсіп отқандарға арнап жаңағындай қой сою, ас ойнау, көкпар тарту, кәдімгідей сол садақ ату мысалға, әрқайсының біздің қазақтың ұлттық ойындарының астында бір астарлы тәрбие бар ғой мысалға. Аттың үстінде жүрген адам не үшін ол өзін жүрек мінез қалыптасады аттың үстінде жүрген адамда. Садақ атқан адамда да сол көздегі мақсатына тіке жету деген нәрсе бір қалыптаса бастайды да. Әр нәрсесінің қазақтың ұлттық ойындарында бір астарлы тәрбие бар екені ол сөзсіз. Соны айтайын дегенім жаңағындай осы лагерьге өте сұраныс өте көп болды.
көптеген жаңағыдай жалғыз басты аналар хабарласты, жаңағыдай балалары қыз екелік жағындай байқап отқан адамдар көп хабарласты. Сонда байқағаным шынымен жаңағы қой сой білмейтін балалар емес, үлкендер де көп екен, соны байқадық. Ертең ол бір үйдің жаңағындай отағасы болады, сол кезде жаңағындай бір үйге күйеу бала болады, ертең ана қой сойып отқан кезде ой мен қан көрдім талып қаламын дейтін жігіттер көп екен да әлі. Сол нәрсенің алдын алып жаңағындай лагерь аштым. Сондай лагерьларды, сондай сол бағытта жаңағы жастар жылы деп отырмыз, соны енді тек ол сөз бойы емес, іспен болу үшін, іспен сондай бір жаңағы кейбір әкелер бар екен, жаңағы баласын 4 қабырғаға қамап қойып, мен сен кезінде көкпар тартатып, оқу өзім бүйтетім, сөйтетім, қазір балаңа ондай жағдай істеп бермесең, одан оны қалай күтесің? Енді мен жаңа айтайын дегенім, мысал ретінде Бауыржан Оспанов дейтін ағамыз бар ғой, жаңа меценат үлкен кісі. Мен өзім көрген нәрсем. Үйінде мектеп қабырғасында оқитын баласы жалғыз өзі қойды сойып, желіктеп қояды. Ана үйіндегі 6-7 жас оқитын қыздармен жаңағы аңшылыққа барған кезде, сол малшының үйін өзі сыпырып жүреді. Қай біздің баламыз жаңағы малшының қойшының үйін бар сыпырып жүр деп ойлаймын да сонда. Сондай жағдай дәрежесі бола тұра, балаларын сондай кішіпейілдікке, сондай бір еңбекке тәрбиелеген да. Өйткені сол нәрсені мен көріп, сол жаңағы лагерь ашу ойым, сол Бауыржан ағама қарап, сондай бір идея туып, сондай нәрсе істедім. Енді алдағы уақытта осы нәрселерге қолдау көрсетсек деген тілек, өйткені қазақылығымызды ұмытпау керекпіз. Біз егер жаңа тілімізді, дінімізді, салт дәстүрді ұмытатын болсақ, біз шекарамызды ашып қойса керекпіз деңші. Өйткені басқа қорғайтын ештеңеміз жоқ біздің одан басқа. Дұрыс па? Сол себепті осы бастан қолдану керек дейсіз ғой. Иә, егер санаға салтымызды, дінімізді қорғаймасақ, қалған нәрсенің бәрін шекараны да ашса керек та ол кезде. Шекара пайда жоқ ол. Өйткені біздің өзіміз сақтайтын, қорғайтын құндылықтарымыз жоқ болады ол кезде. Жақсы, рахмет. Ата-ана да, бала да өмірінің сапасы жақсы болсын десек, онда ата-ана балаларына дұрыс сұрақ қоя білсін, жастар да өзінен дұрыс сұрақ қойсын. Егер сапалы сұрақ қойсаңыз, өзіңізге өміріңіздің де сапасы дұрыс болады. Яғни қолынан не келеді, оны сізге ешкім айтып бере алмайды. Егер сіз маман ретінде, адам ретінде өмірден орныңызды тапсаңыз, сіз толық адам боласыз және жаңағыдай жан-жаққа қисайып, әр нәрсеге ұрынбайсыз. Ешкімнің жолын қайталауға, немесе жаңағыдай қазіргідей жалған ұран, жылтыраған нәрселерге, жеңіл ақшаға, жеңіл атаққа құмартудың қажеті жоқ. Жеңіл нәрсе көбік сияқты тез кетеді. Оданша дәл қазір бұрын патшаның баласы ғана алатын білімді қазір кез келген күзетшінің немесе есік жинап жүрген адамның баласы ала алады, үй жинап жүрген адамның. Өйткені қазір интернет бар. Мына заманда бірдеңе үйренбедім, бірдеңе білмедім деу ұят. YouTube болсын, интернеттің тек жақсы жері кәсіп үйретіп жатқан, кез келген қызыққан салаңызды үйретіп жатқан маман көп. Соны үйреніңіз алып, және оны бетін ғана үйрене салу емес, сол сағаттап уақыт бөлуге, соған қажымай еңбектенуге дайын болыңыз. Сонда ғана сіз өміріңізде, жаныңызда, басқа жағы да тыныш болады. Яғни маман ретінде кәсібіңізбен нан тауып жейтін, сол одан кейін еңбекпен көтерілген, ол бәрібір ол берекелі болады. Ол сол, және ұстаз іздеңіз. Ағалардың айтқаны сол. Балаңыздың әкесі жоқ болса, егер ата-анаңыз сізге жағдай айта алмайтын болса, ұстаз іздеңіз, наставник дейді. Бір ұстаз табыңыз өзіңіз, сондай соның қасына аяғын жуасыз ба, есігінің алдын сыпырасыз ба, қолына су құясыз ба, соның қасында үйреніңіз. Рахмет. Біздің енді психолог маманымыз бір-екі ауыз сөз айтып жіберсе, осы тараптан. Бұл тақырыптардың барлығы жасөспірімдер үшін өте актуалды болған. Сіздерге өте келіп, осындай ойларыңызды айтқаныңызға алғысымды айтқым келеді. Көрген ата-анаға да, көрген жасөспірімге де пайдалы бағдарлама болсын деп Жұлдыз ханымға сәттілік тілейміз. Рахмет, құрметті қонақтар, енді сіздерге әрқайсыңызға алғыс айтамын. Осылай біздің бағдарламаны қолдап, ата-аналарға деген, балаларға деген өздеріңіздің құнды кеңестеріңізбен бөліскендеріңізге және тәжірибелеріңізбен бөліскендеріңізге алғыс айтамын. Құрметті көрермендер, құрметті балалар, жасөспірімдер, біздің осы студияға келген үлгілі тұлғалардан үлгі алыңыздар. Сәттілік тілеймін сіздерге. Рахмет бәріне.